Сәлем достар, Кастолог YouTube каналында өсек емес бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі журналист, Қалаулым бағдарламасының редакторы Шах Керім Кәрмен мырза. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Керемет, сіздер шақырғаннан кейін ұшып келдік әйтеуір. Сұхбатымызды бастайық. Ең бірінші сұрақ болсын, тақырыпқа тұздық ретінде. Кезінде Қазақстан ұлттық арнасында сыр сұхбат бағдарламасын жүргіздіңіз. Одан соң бірнеше жыл эфирден қараңыз көрінбей кетті. Эфирде жүргізуші ретінде көрмей қалдық сізді. Содан соң бірнеше жылдан кейін Қалаулымның редакторы ретінде шыға келдіңіз. Бұл қалай болды жалпы? Сізді Қалаулым шығармашылық тобы өзі шақырды ма? Ұсыныс тастады ма сізге? Әуелі неге жоғалып кеттіңіз дегенге оралайық. Жалпы журналистік жолым өте ерте басталды менің, әсіресе жүргізушілік жолым. Бұл жерде журналистік деп айтуға болмайды, өйткені қазіргі таңда қоғам көп шатастырады осы екі ұғымды. Жүргізуші журналист болуы міндетті емес, тек қана жүргізеді. Сондықтан мүмкін кейбір эстрада жұлдыздары, актерлер де жүргізуші болып жүргені сол шығар. Бірақ мен өзімді жүргізушіден гөрі журналист ретінде қарастырған жақсы көремін, өйткені әр жүргізуші журналист бола алмайды. Ал журналист деген ол мамандықта емес, ол өмір стилі ма, сондай бір жаңалыққа құштарлық, үнемі бір ізденіс үстінде болу, кез келген мәселеге сұрақ қойып, кез келген мәселені шешуге тырысып, сондай бір немқұрайлы қарамаудың бір үлкен үлгісі ғой. Өмір стилі, ол мамандық емес деп айтам өмірі. Сыр сұхбат деген бағдарлама шынымен де бүкіл Қазақстанға менің атымды танытқан, және де осындай бала бар екенін көрсеткен, үлкен керемет жоба болды. Өте жақсы журналистермен, білікті мамандармен бірігіп жасаған жоба болды. Бірақ негізі сыр сұхбат біткеннен кейін негізі сыр сұхбат жүріп жатты ғой. Әуелі журналистік жолымды информбюродан бастаған мен, жаңалықтар қызметінен. Содан кейін жүргізушілікті сыр сұхбатта кішкене шыңдадым. Әрине әлі шыңдайым ғой, бірақ енді белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін телевидение деген ол қандай дүние. Оны тек қана жүргізушіні ғана көреді ел деген, бірақ оның артында оператор бар, режиссер бар, продюсері бар, ол жобаның жетекшілері бар, ұйымдастыру тобы бар. Осы үлкен ең ауыр жұмыс эфирдің артында жүреді. Сондықтан сол ауыр жұмысты қалай жасайды екен, сол басшылықты қалай жасайды екен деген ниетпен мен негізі сыр сұхбат жобасын жүргізе келе республикалық ұлттық орталық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының бүкіл Қазақстанның ұстаздарының біліктілігін арттыратын орталықтың баспасөз хатшысы болып жұмысымды бастадым, және сол жерде кәдімгі хатшы ретінде қалай жұмыс істеу керек. Сонымен қатар тек қана мысалы журналистиканы эфирде емес, кәдімгі мысалы бір жағынан қарасан мұғалімдердің біліктілігін арттыруды қалай танытуға болады. Оны мысалы күнде жаңалықтарды шақырсаң, ешқандай мысалы сенде дүние күнде болып жатпайды. Соны мысалы халыққа жұмысты қалай түсіндіру керек. Бұл жас маман үшін өте үлкен бір тәжірибе болды. Сонымен айналыстым сыр сұхбат жобасымен бірге. Және сыр сұхбат жобасы аяқталғаннан кейін бір жыл ары қарай өрлеуде жұмысымды жалғастырдым да, содан кейін 7-ші арнадағы Күн бастар деген бағдарламаның, таңғы бағдарламаның жүргізушісі болдым. Демек, эфирден ұзаққа алыстап кеттіңіз дегенге мен келісе қоймаймын. Өйткені ұзақ пауза болған жоқ, Құдайға шүкір, осы күнге дейін. Ең көп дегенде сол мүмкін бір жыл шығар, сол өрлеуде жұмыс істеп жүргенде. Неге? Өйткені кезінде журналистика факультетінде біздің Қара шаңырақтың ұстаздары бізге сабақ бергенде Жидегүл апайымыз болатын біздің. Сол апай айтатын, бір рет жарқырап шықтың ба, екінші жобаны тезірек бастау керек, ұзаққа кетіп қалмау керек. Өйткені бір жарқырап, ұзаққа кетіп қалсан, содан кейін қайттан эфирге шығу қиын болады. Қайттан халық сені қабылдау қиын болады. Сондықтан осындай дүниеге мұқият болыңдар деп үйретіп тастаған, сондықтан эфирден ұзаққа кеткен жоқ. Ал енді Қалаулымға қалай келдім? Қалаулымға жалпы енді көбісі ойлайды, Қазақстанда өкінішке қарай бүгінгі таңда да кез келген салада жұмысқа кіру, ол мысалы сенің дипломыңа немесе кәсіби біліктілігіне емес, көбінесе таныс тамырыңа байланысты деп ойлайды. Өкінішке қарай ондай дүниеде бар негізі. Өйткені шыны керек, неге екенін білмеймін, өзімді қатты сондай жүрегімді қан жылататын үлкен бір сондай бір
мәселе бар қоғамда. Мен мысалы журналистика факультетін 2011 жылы бітірдім. Қазір міне 7 жыл болды, иә, дипломмен жұмыс істеп жүргеніме. 7 жылдың ішінде тек қана сол ұлттық арнада сыр сұхбат жүргізгенде ғана дипломымды көрсеттім ау деймін. Қалған жерлерде тіпті журналистика факультетін бітіргенімді де ешкім білмейтін. Демек, ондай талап қойылмайды. Сен журналистиканы бітірдің бе, жоқ па, журналистикаға қатысың бар ма, жоқ па. Бұл бір жағынан әрине жақсы, өйткені кез келген шығармашылық қантасы бар адам журналистикамен айналыса алады. Бірақ екінші жағынан бұл журналистиканың, қазақ журналистикасының сапасына нұқсан келтіреді. Өйткені көбінесе бұл кәдімгі іс қой, онымен дилетанттар айналысса, онда ол нәтиже бермейді, біріншіден, екіншіден қызықсыз болады. Ал бұл жерде ең, мысалы, дәрігердің білімі жоқ, дәрігердің ең үлкен қателігі ол, мысалы, адамның өмірін қиып жіберу болса, журналисттің ең үлкен қателігі тағдырындағы, ол көрермен жоғалту. Біз қазір осы себептен көп көрерменімізді шетелдік каналдарға беріп жатырмыз деп айтсам артық емес. Сондықтан енді өте өкінішті жағдай, бірақ мен 31-ші арнаға информбюроға қызметімді бастап кіргенде, ол жерде мысалы таныс тамыр дейін десең, ол кезде 31-ші арнаны СТС арнасы 49 ба 50% сатып алып, сол СТС-тен, НТВ-ден мамандар келіп, үлкен бірыңғай кастинг жасаған еді. Сол кастингтен өттім мен әуелі. Сыр сұхбат жобасына келгенде де мен кәдімгі кастингтен өттім, және де бұл жерде тек қана сәтім түскен жағдай болды. Өйткені бір жағынан балалармен жұмыс істей алатын, балалардың тілін түсінетін, өзі де әлі бала, бірақ енді кішкене үлкендермен де сұхбаттаса алатын осындай бір герой қажет болды да. Сол сәтке ыңғайлы келіп қалдым мен. Ол кезде мен мысалы екінші емес, үшінші ме сондай курста оқимын, үшінші, төртінші курста өзім әлі студент. Солай сыр сұхбат жобасы басталды. Және ол ғұмырлы болды. 5 жылдан артық жүрді бұл жоба. Және де осы сыр сұхбат біткеннен кейін, енді елдің бәрі ойлайды ғой, енді кішкене атың шығып алды, енді сен тоқтамайтын шығарсың деп. Журналистика мамандығының, оның ішінде журналистика ішінде жүргізушілік мамандықтың үлкен бір көзге көрінбейтін және ел түсіне бермейтін кемшілігі бар. Бұл жерде мен үнемі айтам, мысалы сіз дәрігерсіз. Сіз бастайсыз жұмысыңыз, 7 жыл еңбектенесіз де, содан кейін бұл саладан шығуыңыз қиын болады. Қалай болса да сіз жұмыс табасыз, дұрыс қой? Өйткені тәжірибеңіз бар, өйткені жинаған біліміңіз бар дегендей. Ал журналистикада олай емес. Сен мысалы керемет бір қазір қалауым сияқты дүркіреп тұрған жобаның жүргізушісі немесе жетекшісі бола аласың, бірақ ол жоба жабылғаннан кейін сен қайтадан жаңа ғана университетті бітірген студенттермен бірге жұмыс іздей бастайсың. Осындай бір. Бұл жерде мысалы мен мынандай дәрежеге жеттім, мен біттім, мен толдым, мен пістім, мен кереметпін деп айтуға бұл мамандықта мүмкіндік жоқ. Өйткені өзіңіз айтып отырсыз, мысалы, сыр сұхбаттан кейін жоғалып кеттің деп отырсыз. Неге? Өйткені мүмкін күнбастарды көрмеген шығарсыз. Ол да заңдылық. Ол үшін неге көрмедің деп кінәлауға да болмайды. Өйткені сыр сұхбат жобасы мүмкін көрерменнің жанды жеріне тиіп, кәдімгідей ыңғайлы бір жақсы сәтті шыққан жоба болса, күнбастар таңғы жоба болғаннан кейін мүмкін көбісі көрмей қалған шығар. Бірақ дегенменен әр жобаға келерде кәдімгідей кастингтен өтіп, сен Шахкерім Кәрменовсің бе, сен басқасысың ба, оған ешкімнің мысалы ешқандай жұмысы жоқ. Сенің ең бастысы кәсіби біліктілігіңді тексереді, соған қарай жұмыс істейді. Сондықтан мен үнемі айтам, достарыма да, әріптестеріме де, іні қарындастарыма да осы салада жүрген. Бұл жерде резюме әрине маңызды, түйіндеме. Бірақ дегенменен 80%-ында сенің өзінің жеке қасиеттерін шешеді бәрі. Ол сен қалай тіл табыса аласың, кәдімгі тілді жетік меңгердің бе, жоқ па, ойлауға білетін қандай. Көбінесе қазір, мысалы, бір өмірімде өте жақсы бір кездесу болды менің. Ол мен өзім пір тұтам деп айта алмаймын, бірақ негізі үлгі көретін, және де шіркін осы адам дұрыс жасап жатыр. Осындайды біздің де журналистикаға енгізсек екен ау деген бірнеше журналистер бар менің әлемдік дәрежеде, және соның біреуі Владимир Познер. Сол кісімен бір рет сәті түсіп ұшақта
бір ұшақта ұшатын болдық әйтеуір. Мен Алматыдан Астанаға, ол да Алматыдан Астанаға, ары қарай Атырауға. Сол кісіні көріп қалғаннан кейін кәдімгі бұл жерде журналист ретінде емес, кәдімгідей енді жанкүйер ретінде емес, кәдімгі журналист ретінде қасына бардым. Кешіріңіз, мен суретке түсу үшін емес, әрине суретке түсеміз, бірақ көбінесе менің журналистік кәсіби сұрақтарым көп. Сізге мүмкіндігіңіз болса кішкене бір жарты сағат әңгімелесе аламыз ба дегендей бір ұсыныс жасадым. Ол кісіде мен шын айтам, қаншама адамдармен Құдайға шүкір бүгінгі күнге дейін кездесіп сұхбаттастым, жұмыс істедім. Негізі шынайы талант, шынайы осы бір тұлға дәрежесіне жетерлігі адам деген ой түйген адамдардың бәрі қарапайым келеді. Ол кісі де тура сол қағидаға сәйкес өте қарапайым кісі екен. Әрине мен саған бүкіл білгенімді айтып берейін, бірақ бір ұшақта ұшқанымен орнымыз бөлек қой деп. Мен сөйтсем, ол бизнес класспен ұшеді екен де, мен эконом класс. Сол кезде мен мысалы артық 40 000 теңгемді төлеп, бизнес классқа сол кісінің қасына, ол кісінің қасына емес, сол кісінің қасындағы отырған адамды жалынып, әйтеуір бір жарты сағатқа сіздің орныңызда отыра тұрайыншы деп, кәдімгідей сөйтіп ақшамды құйып, сол кісінің қасына барып, қанша 1 сағат 10-20 минутта екеуміз әңгімелестік. Сол кісі айтады, журналистикаға не үшін келдің деген бірінші сұрақ қойды маған. Мен айттым, бұл жаңағы сізге айтқандай, бұл мамандық емес, бұл үнемі өзгеріс әкелу. Мен қашан мысалы журналист болуды шештім. Біздің аулада киоскіде бір отбасы тұрады. Киоскіде кәдімгідей. 3 қызы бар, жалғыз ана, күйеуі өліп қалған. Және де күнде қыздары сабаққа барады, үйтет-бүйтет. Ана жүрегін айтамды, шырылдап күнде өзі мысалы жұмыс істейді, бірақ баспанасы жоқ, сол киоскіде өмір сүреді. Өзіңіз ойланыңызшы, киоски деген мынандай шағын ғана жер, 4 квадрат метр. Бұл мәселе шешілген жоқ. 3 жыл бойы, 4 жыл бойы сонда қыста сол киоскіде өмір сүрді. Бірақ бір журналист келіп, осы жағдайды көтеріп, халыққа жариялап, осындай көмекке мұқтаж жандар бар деп мысалы көрсеткеннен кейін, 1 айға жетер-жетпестен пәтер алып берілді ол адамдарға. Сонда мен түсіндім, журналистика мамандығының ең маңыздылығы және үлкен мақсаты неде екен. Қоғамда болып жатқан дүниелерге назар аударту журналисттің мақсаты. Ол мысалы қоғамның кемшіл тұстары, қателіктері болып бара жатыр ма, бір үлкен кәдімгідей қоғамның дертіне айналып бара жатқан мәселені сіз де көресіз, мен де көрем. Бірақ журналисттің бір бақыты бар, өлсе де әйтеуір айтып өледі. Айтып, соны көрсетіп, ашты болса да шындықты бетке басып айту, ол үлкен журналисттің міндеті және бақыты. Осы үшін мен журналистиканы таңдадым деп жауап бердім. Және уақыт өте келе сол мәселені көтерген журналист Аша Матай болып шықты, ең қызығы. Бірақ оны мен қалаулымда ғана екеуміз сұхбаттасып отырып, сол жерде ғана түсіндім, және де сол мәселені көтерген мен едім ғой деп айтқанында кәдімгідей таңғалғам, өйткені бұл мамандықтың үлкен бір ерекшелігі де сонда. Сонда айтады да, мен ананасты мысалы бүкіл Қазақстанға тарайтын эфирден 3 сағат көрсетсем, ол ананасты танымал ананас болып кетеді. Стақанды көрсетсем, танымал стақан болады. Бірақ журналистикаға танымалдылық үшін келсең, өте үлкен қателік жасадым. Танымал болғың келсе, тарихта қалғың келсе, онда ақын бол, актер бол, әнші бол, шаман келсе, актер бол одан қалса. Бірақ журналист болып танымалдылыққа ие болам деген қате түсінік. Өйткені журналист ретінде әрине ел сені таниды, бірақ бұл танымалдылық емес. Сен мысалы өзің жаңағын айтып отырсың ғой, эфирден 1 жылға жоғалып кеттің бе, бітті, сені ұмытады деген сөз. Ал егер тек қана сол танымалдылықты қуалап келсең, сол ұмытқан кезде сен екінші рет бұндай дүниені көтере алмай қалуың мүмкін. Сондықтан ең бірінші мақсат танымалдылық болмау керек. Сол үшін де мүмкін маған ол қиын түскен жоқ. Сыр сұхбат біткеннен кейін ойбай, неге маған эфир берілмейді ау, неге мен жоғалып кеттім ау деген мысалы күйзеліс болған жоқ менде, өйткені басқа ойларым болды, журналистік бағыттан. Сонда қалаулымға сіз кастинг арқылы келдіңіз бе? Әрине кәдімгідей осындай жұмыс керек деген. Бұл негізі өмір деген, тағдыр деген сондай ғой, қосымша білімімнің арқасында мүмкін сәттің сол керек кезде керек жерден табылудың арқасында ма. Кәдімгідей осындай журналистерді іздеп жатырмыз, керек деген кезде бардым.
жұмысты маған түсіндірді. Осындай продакшн ашып жатырмыз, осылай жұмыс істейміз деп. Мен өз көзқарасымды айттым, және маман ретінде көзқарасым дұрыс шыққан болар. Сен жай редактор емессің, бас редактор болу керек деп жобаны бастадық. Бұл бағдарлама дәл қазіргі уақытқа дейін сол басталғалы бері бағдарламалардың ішіндегі рейтингі ең жоғары бағдарлама болып тұр. Халықтың арасында небір шоулар қозғалды, неше түрлі интрига да туғызды. Жалпы халық арасында бұл бағдарлама туралы өсек әңгімелер толып жүр. Біздің бағдарламаның аты өсек емес. Бүгінгі осы сұхбатты пайдаланып отырып, сіз арқылы сол қалауымның төңірегінде толып жүрген өсектерге нүктесін қоятын болсақ. Қойып көрейік. Өйткені қалауым туралы сұрақтар менде де көп, халықта да көп, барлық адамдарда көп. Сондай сұрақтардың бірі, бұл бағдарлама өзге ұлт өкілдерінің қолдауымен көгілдір экранға жол тартып отыр деген сөз. Бұл қаншалықты рас? Қандай қолдауымен? Өзіңіз мысалы журналистсіз ғой, Инвестордың арқасында деген сияқты сөздері бар. Жоқ, бұл дұрыс емес. Неге? Жалпы мүмкін көрермен білмейтін шығар. Бізде мысалы бұрын бір ғана жүйе болатын. Мысалы арна бар, арнаның өзінің штаттық қызметкерлері бар, журналистері, редакторлар. Солар бірігіп отырады да, шығармашылық ұжым бағдарламаның концепциясын ойластырады да, содан кейін ұсынады, оны бекіткеннен кейін ол эфирге шығады. Толықтай бір арнаның ішінде, арнаның бюджетімен жасалатын дүние. Қателеспесем 2000-шы жылдардан бері аутсорсинг деген ұғым пайда бола бастады. Демек, ол сіз мысалы өзіңіздің техникаңызды сатып аласыз, өзіңіздің шығармашылық ұжымыңызды жалға аласыз да, арнаға барып айтасыз, менде мынандай идея бар, мен оны өзім түсірем, өзім монтажын жасайым, сіздерден тек қана сол жобаға, сол мен түсірген дүниені сатып алуыңыз керек деген ұсыныс жасайсыз. Канал, егер оны ұнатса, сізден сатып алады, бұл кәдімгідей бизнестің түрі, кәсіптің түрі. Сіз мысалы нан сатқанның орнына теле жобаларды сатасыз, тура сол сияқты. Және оны арна сатып алады. Демек, негізгі ақша бәрібір арнадан келеді. Дұрыс қой? Сатып алған арнадан келеді. Мысалы, сіз нан пісірдіңіз, мен сізден нанды сатып алдым. Сіз пайда көрдіңіз. Бірақ ақша қайдан келді? Менен келді. Дұрыс қой? Арна. Теле арнадан. Ал енді бұл жерде мысалы шетелдік инвестордың не байланысы бар? Біз арнаға бағдарламаны ұсындық, арна оны сатып алды. Сол үшін мен жалақыны алдым. Демек, арна сатып алып отыр. Бұл нәрсені енді мен түсіну мүмкін, сіз түсінуіңіз мүмкін, басқа журналистер түсіну мүмкін, бірақ қарапайым халықтың ішінде енді бұл туралы түсінбейтіндер көп та. Енді былай айтайын, негізі Қазақстан телекеңістігінде шетелдік инвесторлардың арқасында танымалдылыққа ие болатын бағдарлама болуы мүмкін емес бүгінгі таңда. Қанша ниеті болса да, қанша соны жасауға тырысса да, система олай жұмыс істемейді. Мүмкін емес. Одан кейін халықтың арасында тағы бір көкейкесті сұрақ десек болады. Қалауымның болсын, басқа қатысушылардың болсын, Instagram парақшаларында комментарийларға көп жазылған сұрақтардың бірі, бағдарламаға қатысқан қатысушыларға әр күн сайын ақша төленеді дейді. Айта алтайды жамалапай қартайды деген бір жақсы сөз бар еді ғой. Бұл сұраққа жауап беріп, шынымен де мен де қартаятын болдым. Өйткені бұл сұраққа жауапты біз қалаулымның тікелей эфирінде 3 рет бергенбіз. Бүкіл халыққа. Білмеймін. Болады ғой, тығырықтан шығу жолы әрқашанда бар, бірақ ол жол саған ұнамауы мүмкін дегендей. Тура сол сияқты бұл жауап халыққа ұнамайды ма, білмеймін, әйтеуір қабылдағысы келмейді. Қатысушыларға жалақы бағдарламаға қатысу үшін төленбейді. Нүкте. Осымен болды. Әрине, сіз мысалы бағдарламаға қатысушы ретінде келетін болсаңыз, онда сіз күніне, аптасына 5 күн, 3 сағат уақытыңызды да тікелей эфирге бөлуіңіз керек, ол тек қана тікелей эфирде. Ал тікелей эфирге дайындықтың өзі 2 сағат уақытты талап етеді. Демек, 5 сағат уақытыңызды қалаудың жобасы алып алады. Кейбір қатысушылар 1 жыл бойы мысалы сол жобада болды. Әрине, ол да уақыт. Оларды тамақ ішу керек. Олар мысалы қалаулымға
қарапайым сөзбен айтқанда үйінен мысалы алға баста тұрса, үйінен тұрып қалаулының студиясына дейін жету үшін және де съемка біткеннен кейін қайтадан үйіне қайту үшін ол да қаражатты талап етеді. Бұл қаражатты әрине қатысушының өзі өз қалтасынан төлесе, ол әділетті емес. Өйткені біріншіден ол уақытын жоғалтып отыр, екіншіден жұмыс істемегеннен кейін әйтеуір күннен бір күнінде ақшасы таусылады. Сондықтан біз бұл тек қана Қазақстанда бірінші рет ойланып шыққан тәжірибе емес. Кез келген қатысушылары бар жобаны алыңызшы, ол X-Factor болсын, Фабрика звезд болсын, Жұлдыздар фабрикасы, Суперстар KZ болсын, Дауыс болсын. Кез келген осындай адамдар саны көп жобада жалақы төленбейді, бірақ сол жобаға қатысу үшін шығынданған шығынды біз қайтарып береміз. Ол қалай? Сіз мысалы таксимен бізге студияға жету үшін 1000 теңге қаражат жұмсадыңыз, қайту үшін 1000 теңге қаражат жұмсадыңыз. Және де 5 сағат уақытты бізбен бірге өткізгеннен кейін кем дегенде бір рет, әйтпесе 2 рет тамақтануыңыз керек, адам болғаннан кейін. Тамақтың ақшасын, жолдың ақшасын, және де біз үнемі байланыста боламыз. Мысалы, сен қашан келесің, сен қашан кетесің, сен мысалы мынаны киіп кел, мынаны киіп келме дегенде жұмысты жүргізетіндіктен олар үнемі бізбен байланыста болуға міндетті, мәжбүрлі. Сондықтан телефонға кететін шығынды да біз төлейміз. Бірақ бұл жалақы болып есептелмейді. Бұл жұмысқа қажет сіздің тарапыңыздан шығын болмасын деген біздің осы шығынды өтеуіміз. Бірақ жалақы емес. Сонда әр қатысушыға қанша төленеді? Шығынын жабу үшін. Қатысушыға төленбейді. Шығынын қанша теңгемен жабасыздар? Мысалы келеді. Айтады, мені чек, мен өз қалтамнан мынаны төледім, таксиге мынау кетті. Тек қана ресми такси мысалы, чек беретін. Олар мысалы көрсетеді, мені таксиге мынандай келіпті. Жарайды дейді, бухгалтерия соның ақшасын төлеп береді. Ал тамаққа ақша бермейміз біз, өзіміз тамақ береміз. Тура сол сияқты. Және ұялы байланысқа да өзіміз саламыз. Қазір енді тарифтік пакет деген бар, бәрі. Бұл жерде менің бір түсінбейтінім мынау жалпы бағдарламаға келген кез келген үміткер болсын, қатысушы болсын, барлығынан қай жерде жұмыс жасайсыз деген сұрақ қойылады. Олар жұмыс жасайтын орындарын айтады. Мысалы, сіздерге қатысып отқан 25 қатысушы болса, 25 қатысушының барлығы жұмыс істейді деген. Бірі бюджеттік сала болсын, бірі мемлекеттік қызметкер болсын. Көбісі. Мысалы, солардың орнына сіздерде мысалы күнделікті жүреді, олар қалай жұмыс істейді? Жұмысына үлгере ме, әлде сіздер уақытша демалыс алып бересіздер ме оларға? Әртүрлі, ол қатысушының өзіне байланысты. Ол жұмыс мәселесін олар өздері шешеді. Біз араласпаймыз. Егер қажет болса, біз шынымен де мысалы осындай жобаға қатысып жатыр, оны растаймыз деген справка жазып беруіміз мүмкін. Анықтаушы қағаз. Ал былай мысалы жұмыс орнына барып келісетін біздің ондай біріншіден міндетіміз де жоқ, екіншіден ол әр қатысушының өз ниеті. Өзіңіз ойлаңызшы, егер мен мысалы жалақы төлейтін болсам, онда маған адамдар үйренуге емес, жалақы алуға келеді, дұрыс қой? Сондықтан жалақы төлену мүмкін емес бұл жерде. Одан кейін қалаулы бағдарламасының жалпы халық арасында үлкен бунт әкелген нәрсе ол эфир тәртібінің сақталмауы дейікші. Мысалы айтатын болсақ, бір ғана Замира деген қыздың өзімен-ақ сіздер Инстаграм желісін болсын, кез келген әлеуметтік желіні бунт етіп жардыңыздар. Қазақшалап айтқан кезде. Жалпы сол қыздың анайы сөздермен, одан басқа да қатысушылардың айтып жатқан сол жердегі анайы сөздермен сіздер эфирді ластап жатырмыз деп ойламайсыздар ма? Мүмкін халық қоғамда болып жатқан нәрсені шынайы қабылдау керек деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ соның өзінде эфир тәртібі сақталу керек деген ой бар ма сіздерде? Қалай айтсам екен? Мысалы бізде қаншама канал бар, иә? Осы күнге дейін қалаулым, өзіңіз айттыңыз, рейтингке ие болған көп емес жобалардың бірі, және де аз уақыттың ішінде деп айтайыншы. Өйткені кейбір бағдарламалар әрине рейтингке ие болады, бірақ бір жыл жүргеннен кейін, көрермендер үйретіп алғаннан кейін. Қарапайым ғана сұрақ қояйын. Егер мен балмұздақ шығарсам, ол балмұздақты елдің бәрі очередьке тұрып сатып алса, менің балмұздағым жаман деген сөз бе, жақсы деген сөз бе? Жақсы. Бұл
Сіз айтып отырсыз, ластамайсыз ба деп. Ластап жатсам адам көрмейтін шығар оны. Олар сол тек эфирдегі сол арнайы сөздер айтылған үшін ғана көретіндер де бар да. Неге? Қызық да оларға сондай. Қазір қоғамның қабылдайтын нәрсесі сондай болып қалған да. Ой санасы мүмкін төмен деңгейде деп айтуға да болмайтын шығар, бірақ сондай. Қазақстанның мысалы 18 миллион халқының 8 миллионның ой санасы төмен деп ойлайсыз ба? 18 миллионның барлығы деген, 8 миллионның барлығы деген, бірақ көбісі сол үшін ғана көреді да. Мысалға Инстаграмда парақшалар. Өзіңіз жауап беріңізші осы. Неге соны көреді? Мен жауап берейін бе осы сұраққа? Беріп көріңіз. Өйткені екеуміз сөйлесіп отырған кезде, ас үйде өзіміз отырып шай ішкен кезде тура солай сөйлесеміз ғой. Сіз достарыңызбен сөйлескенде ондай сөздер қолданбайсыз ба? Кәдімгідей, қойшы, жаңағы өзіңіз айтқандай жарды дегендей. Сөйтіп сөйлеспейсіз бе? Біз мысалы қаншама жыл болды эфирден бақытты Қазақстанды көрсетіп үйреніп қалдық. Кәдімгідей, тіпті қоғамның ішінде әзіл де пайда болды. Егер көңіл күйің түсіп кетсе, керемет Қазақстанда тұрғың келсе, онда белгілі арналарды қос деген. Бірақ қараңыз, бізде үлкен бір ақпараттық вакуум пайда болды осы тұста. Мен телеарнаны қосқанда бір қоғамды көрем, көшеме шыққан кезде есігімді ашып, басқа қоғамды көрем. Үлкен бір қызық дүние бар. Сонда мен мысалы сараптай келем, мынандай бір ойға келдім. Бізде сонда сіздің сөзіңізге сүйенсек, жасау айып емес, бірақ көрсету айып болып тұрған. Баланы мысалы қоқыс жәшігіне тастау айып емес, бірақ оны көрсеткен журналистке ол айып. Солай болып тұрған. Жоқ. Мысалы, білмеймін, қыздарының көшеде тән сатып тұрғанын көрсету айып та, бірақ сол қыздарды көрген жігіттер қасынан күліп өтіп кетуі ол айып емес. Сондай бір қызық дүние болып тұр да қоғамда. Ал неге қалаулым осыншама қызық болды көрермен үшін? Өйткені осы арақатынас жоқ бұл жерде. Көшеде, далада қалай бар, тура солай мен көрсеттім. Неге? Өйткені маған ұнайды деген сөз емес бұл. Өйткені халық көрсін дедім. Міне осындай дүниеде біз өмір сүріп жатырмыз. Міне осындай Замира бар бізде. Өліп қалсаң да бар. Сіз мысалы кәдімгідей күнде таңертең 8-де тұрып спортпен шұғылданып, уақытымен тамақтанып жүрдіңізде, бір күні денеңізде бір ісік бар екенін мысалы көріп қалдыңыз. Дәрігер айтты, ісік бар дедіңіз. Сен оған барып ренжуің мүмкін, сен оны боқтауың мүмкін, неге мен деп өзіңді өзің ұрғылауың мүмкін. Мен күнде мысалы тамақтануды дұрыс жасадым ғой, спортпен шұғылдандым ғой, неге арақ ішіп жүрген мысалы Ернар онымен ауырып қалған жоқ деуіңіз мүмкін. Бірақ онымен ісік ешқайда кетпейді. Ол ісікті алу керек те, емдеп алып тастау керек. Әйтпесе өлесіз. Бірақ әуелі оны көрсету керек. Осындай ісік бар екен. Қалаулым жобасында анайы сөздерді қолданып балағаттап бірін-бірі төбелесті ме? Демек, қоғамда ондай дүние жоқ па? Кеше ғана Астанада бір ұялы телефон үшін сатушы клиентімен төбелесіп, тамағын жарақаттап, кәдімгідей өлім аузынан қалды. Бір ұялы телефон үшін. Бұл қоғамда болып жатқан дүние. Бірақ енді бұл эфирде болса, онда біз эфир мәдениетін бұздық деген сөз. Сонда қоғамда болып жатқан нәрсені қоғамға көрсету арқылы сіздер өсіп келе жатқан жас бүлдіршіндерді бұзып аламыз деп ойламайсыздар. Мысалға, кішкентай қыздардың Замира секілді ол өсіп кеткенін қаламайсыз. Мысалы, мынандай бір дүние бар. Балаң мысалы сенің сіріңкемен ойнауы мүмкін. Сен оған келесінде айтасың, балам, сіріңкемен ойнама, жаман болады дейсің. Балаң ойнамайды сенің көзінше екінші рет. Ол сен жоқ жерге барып ойнайды. Тығылып ойнайды. Екінші жолы бар. О, сіріңкемен ойнап жатсың ба? Кел екеуміз бірге ойнайық. Мынаны жақта, енді жағып тұр осыны. Балаң жағып тұрады. Содан кейін қолын қыздыра бастайды. Жоқ, тастама, соңына дейін ұста дейсің. Тастайын деген кезде өзің ұстап аласың да ары қарай ұстатасың. Қолы күйеді содан кейін. Жылайды ол. Содан кейін айтасың, егер сіріңкемен ойнасын да осындай дүние болады дейсің. Енді өзіңнің еркің, ойнайсың ба, жоқ па? Қазіргі сонда сіздің ойыңызша ата-аналар балаларды осы қалаулым бағдарламасын көрсетіп, мынау нәрсе жаман нәрсе деп айтып отыр ма? Жоқ, ол мысалы қарапайым логика. Мен мысалы үйде отырып Замираны көретін болсам, қызымды шақырамды айтамын, қызым, егер мынандай болсаң,
әңгімеміз жаман болады. Оны сіз айтуыңыз мүмкін, бірақ басқалар айтпайды ғой. Басқа ата-аналар бар, балалардан мүлдем қарамайды. Бәрін мен түсінбеймін. Неге елдің бәрін ақымақ деп санайды бүгінгі таңда? Журналистер де, менің әріптестерім де. Елдің бәрі, Құдайға шүкір, Қазақстан Республикасы әлемдегі білімге құштар және де орта білімді бүкіл халық, 18 миллион халықтың бәрі алған аз мемлекеттің ішіндеміз. Көп мемлекеттер орта білімді де бере алмайды қазір мысалы. Бірақ бізде ең кем дегенде көшеде мысалы келе жатқан кезде оқи алмайтын және жаза алмайтын адамды көре алмайсыз сіз. Ал енді оқу мен жазуды үйренген адам қарапайым адамның логикасына ғана сүйеніп түсінуге болатын дүниені түсінбейді ғой деп ойлайсыз ба сонда? Мысалы мен куә болған нәрселерді отбасы, әке шешесі баласымен бірге отырып қалауымды көретінде отбасыларды көрдім да. Қалауым кәдімгідей көріп отырады, шай ішіп отырады, бірақ ештеңе айтпайды. Баласына да жаман нәрсе, жақсы нәрсе айтпайды. Бала өзі көреді, одан кейін бала анасының телефонын алып алады да, Инстаграмға кіреді, немесе ВК-ға кіріп қайтадан көреді. Сіз оны көре алмайсыз да, өйткені сіздің көзіңізше оны айтпайды. Мен былай ғана түсіндірейін. Оны ешкім айтпаса да жарайды. Мысалы Замира шықты. Елдің бәрі оны Замираны жақсы көріп кетті ма не? Қазір елдің бәрі қыздардың атын Замира деп қойып жатыр ма не? Замира танымал дейсіз, бірақ ол қандай танымал бұл? Атышулы танымал. Атышулы емес, бұл сен ары отырш дейтін танымал. Бір жерде отырсақ, ой, мен шығып кетейінші дейтін танымал. Ал енді адам логикамен ойланса, мен осы Замираға құсаймын, е? Бір айырмашылығымыз бар. Ол эфирге шықты, мен шыққан жоқпын. Ол эфирге шыққаннан кейін менің көршім оған жиіркенішпен қарайды. Сонда сіздің ойыңызша? Неге маған үйтіп қарайды? Ертең маған да сөйтіп қарайды ғой. Мен өзімді өзгертейін деген ойлар болмай ма? Сіздің ойыңызша сонда Замира тәрбиесіз ба? Тәрбиесіз емес, Замира қандай бар, сондай бар. Ешкімді тәрбиелеуге мысалы мәжбүр емес телевидениеда. Қалай бар, мен солай көрсетуім керек. Сіз журналистика факультетінде түскен кезде сіздің бірінші қағидаңыз не? Ақиқатты жеткізу. Қандай болса да. Ол ақиқат сізге ұнаса да, ұнамаса да, фактімен сөйлеу. Сен мысалы бір мәселені қарастырасың ба, сен бейтарап болуың керексің. Міне мына жерден Замира бар, мына жерде Замира тепкен жігіт бар. Екеуіне де жақтаспайсың. Мынаны жасады, мынаны жасады. Содан кейін былай деді, содан кейін былай деді. Көрермен осылай болды. Шешімді өзіңіз қабылдаңыз. Болды. Бізде қазір мысалы осы журналистиканың ең басты қағидасы бұзылып жатыр. Бұзылып жатыр емес, бұзылып келе жатырды бүгінгі күнге дейін. Өйткені журналистердің тарапы бар бүгінгі таңда. Факты бойынша, фактімен сөйлейік. Мысалы журналист ретінде сізде айтып отырсыз, танымалдылыққа ие жоба дейсіз де, бірақ оның мысалы кемшіл тұстарын айтып отырсыз. Бірақ дегенмен сіздің тарапыңыз бар деген сөз. Бірақ танымалдылыққа ие деген сөз, ол нүкте деген сөз. Халық көрді ме? Мен мысалы былай түсіндірейін. 50 миллион теңгеге мен сізге бір ролик көрсетейін. Түсіретейін. Сіз оны түсірдіңіз, е? 50 миллион теңгеге. Стивен Спилбергті алып келіп, режиссер қылып, кәдімгідей әлемдегі аналогы жоқ бір видео түсірдіңіз. Бірақ оны 2 адам көрді. Немесе мен ұялы телефоныма тура сол дүниені түсіре салдым да, Инстаграмға жүктеп жібердім, оны 50 миллион адам көрді. Қайсынан пайда көп? 50 миллион адам көргенде. Тура сол сияқты. Мысалы қазір эфир мәдениеті былай жасау керек, үйтіп бүйту керек, сөйту керек деп біз ешкім көрмейтін телевидениені жасап келе жатырмыз. Мүмкін бірдемені өзгерту керек шығар. Ал енді мысалы телекеңістікте Ресей бағдарламасын өшіртіп, қазақстандық контентті қостырған бір бағдарлама пайда болған кезде, журналистер, міне, ал енді Шақкерім, бауырлар, келіңдер, қалай жасадыңдар, бізбен бөлісіңдер, біз де жасайық деудің орнына, бұл не деген сұмдық, оны жабу керек, үйту керек, бүйту керек. Жарайды, жабайық. Қарсылығым жоқ, жабайық. Бәріміз барайық та Ресей телевидениесін көрейік. Онда да жерде тағы бір сұрақ бар да. Жаңа айтып жатсыз, эфир тәртіпі туралы. Қоғамда бар нәрсені біздің қатысушылар көрсетеді деген нәрсе. Қоғамда да олар мысалы шынайы өмірде де олар қалай сөйлейді, эфирде солай сөйлейді. Басында солай. Ал мысалы сіз журналистсіз, бірақ сізде шынайы өмірде байқаусыз да бір-екі боқтық сөз айтып қойыңыз мүмкін, немесе ауызекі тілдегі сөйлеу стиліндегі. Онда неге сізде сол эфирде дәл солай сөйлемейсіз? Қоғамдық шындықты көрсету үшін қоғамда. Сіз түсінбейтін бір дүние бар. Мен жаңа ғана сізге тәрбие құралы ретінде түсіндірдім.
телеарна, эфир мәдениетті тәрбиелеу құралы. Бірақ дегенменен сіз өзіңіз енді мектептің тәрбиесін көрдіңіз, ата-ананың тәрбиесін көрдіңіз, өзіңіз түсінетін шығарсыз. Елдің баласы деген бар, қазақтарда. Елдің, жұрттың баласы үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, ал сен болса жүрсің. Жұрттың баласы өз жұмысқа тұрды, өз мәшіне алды, ал сен болса жүрсің. Дегенді естіген кезде қай бала, ойбай, ана елдің баласы бұндай болыпты ғой деп өзін өзі қамшылапты. Бұл негізі тәрбиедегі психологиялық кері әсер келтіретін дүние. Мынау сенен артық деген сайын баланың ынтасы түседі. Ол менен артық, менің ата-анам оны жақсы көреді, жарайды, онда мен өзім өмір сүре берейінші дегендей бір дүниені тудырады. Мен эфирге қатысушылар сондай болып келді ме, соңына дейін сондай болып қалды деген сөзді айтқан жоқпын бұл жерде. Замира қалаулымға қандай болып келді, қалай кетті қалаулымнан. Сіз егер қалаулымды басынан аяғына дейін көрген болсаңыз, немесе мысалы хабардар болсаңыз, басынан сөз асырмайтын, төбелескіш бірдеме десе боқтап шыға келетін Замира, мен балаларымды өз қолыма алуға армандаймын, қателіктерімді түсіндім, мен сияқты болмаңдар, неге мен жалғызбын, мүмкін мені мінезімнен шығар деп жылап, еңіреп, өзгеріске келіп, тіпті қазір мен ораза ұстап жүрмін деп жариялаған Замираға дейін жеткіздік ол. Ел болып жеткіздік. Неге? Өйткені Замираның өзгеруі үшін біреу келіп ақыл айтпау керек еді. Замираның өзгеруі үшін оған тек қана көрсету керек еді. Неге ол жаман екендігін? Ал Замира, сен осындайсың, көрсетші ал елге осындай екеніңді. Деп шықты, ол жарқырап тұрып көрсетті, ел алды да оны қарғап тастады. Не деген сұмдық, бұл Қазақстанда жоқ қой деп. Бұндай дүние, бұндай тәрбие. Замира да адам баласы ғой, енді оны көрді ғой. Менің демек бір қателіктерім бар екен ғой деп Замираның өзі түйді ғой. Неге елдің бәрі маған қарсы деген сұрақ туындады ғой Замираның бойында. Содан кейін бізге келіп сұрады, неге елдің бәрі мені соншама жек көреді деп. Біз айттық, өйткені сен былай істейсің, былай істейсің, былай істейсің. Сен солай жалғастырсаң, олар сені жек көре береді, ал егер өзгертсең, мүмкін өмірің өзгеретін шығар. Сонда қалаулымнан жылап, өзінің қатесін түсініп кеткен Замира бірнеше уақыттардан соң, атын айтпай қойып, белгілі бір YouTube каналдың бір бағдарламасында өзінің бұрынғы өткен кезін, күніне 2-3 жігітпен жыныстық қатынаста болғандығын айтты. Сонда ол қалаулымға келіп мен өзгердім деп айтады да, бірақ басқа бағдарламаға барып, өзін қайтадан қалаулымға алғаш келген кездегідей жағымсыз жағынан өзін көрсете бере ме? Сонда 200-лік бол ғой. Ол Замираға қойылатын сұрақ шығар, бірақ мен мысалы негізі білуімше, ол мысалы сіз өзіңіз білесіз ғой, эфир деген ол кәдімгідей бір мұқтаждық тудырып тұратын дүние. Замира мысалы шықты, нәтижесін жете алған жоқ, кетті. Ал енді ол ары қарай да осы жолды жалғастырғысы келеді. Бірақ бірде бір журналист келіп жақсы Замираны көрсеткісі келмейді ғой. Замира дегенде сіздің ойыңызға не келеді? Төбелес келеді, ұрыс келеді, балағат, ұрыс, боқтау. Ал мысалы әдемілеп ертегі айтып отырған тәрбиелі инабатты Замира сізге керек емес қой. Тура сол сияқты сол жобаның жетекшілері Замираның осы тұсын көрсеткісі келетін шығар. Мүмкін Замираның ол басқа тұста өзін көрсетіп, ондайға келіспеуге ақыл жетпей жатқан шығар, білмеймін. Жарайды, Замираның тақырыбын жабайық. Жаңағы сұраққа қайтып оралсақ. Неге қатысушылар эфирде этикалық нормалар сақтамау болады, бірақ журналист сақтауы керек? Неге журналистерде өзінің қоғамдағыдай шынайы көрсетпейді? Өзінің шынайы өмір деген. Қайдан көрдіңіз журналистті біздің қалаулымнан, мен түсінбедім. Жоқ, жүргізуші. Жүргізуші, иә. Жүргізуші өмірде қандай сондай? Ашаматай не? Өмірде ондай емес пе? Мысалға жаңа сіз мысалы кезінде қалаулым жүргіздіңіз, кейбір кездерін жүргіздіңіз, күнделікті де жүргіздіңіз. Сіз жаңа өзіңіз мойындадыңыз, өмірде, шынайы өмірде кейбір кезде боқтап қоямын деген сөз. Ал оны неге сіз қалаулымда да солай өзіңізді шынайы бейнеңізді көрсетпейсіз? Енді мен өмір кезінде кейбір кездерде шынайы боқтап қалатын болсам, мен өмірі жүрген жерде боқтап жүруім керек деген сөз емес қой. Мен мысалы өзімді өзім қамшылауға, мысалы кешегі шахкерімнен бүгінгі шахкерім артық болсын деген бірақ қана мақсатым бар менің. Мысалы бүгін кешке үйге барғанда мен бүгін не істедім, ертең соны жақсартсам деген бірақ оймен мысалы ұйықтап, ертеңгі күні сол оймен оянам мен мысалы. Неге? Өйткені Абайды оқыдым кезінде. Тура сол сияқты мысалы мен қайталап айтып отырмын. Қатысушылар мүмкін бағдарламада басында Замирадан басқа да 25 қатысушы болды ғой. Қалғандар мысалы басында ұрысып төбелесуші еді, соңында қашан мысалы соңғы эфир өзі толығымен 9 ай, 10 айға жуық болатын болса, бірінші 2 айында ғана осы дүниелер болды.
Содан кейін 7 ай бойы ондай дүние болған жоқ. Осы жайлы ешкім айтпайды. Бәрі айтатыны алғашқы 2 айы. Ал енді кешіріңіз, сіз мектепке, университетке келгенде де балмұздақ болдыңыз ғой. Қайда бару керек, не істеу керектігін білмедіңіз. Тура сол сияқты алғашқы 2 ай ол бірінші курс болды халалымның. Содан кейін үйренді, содан кейін мынау дұрыс емес екен, мынау мәдениетсіз екен, олардың да ата-анасы бар ғой. Олар да айтады ғой, қызым, бүйтіп жасаған дұрыс емес, балам жұдырық алып жүргенің не? Бізде қоғамда мысалы ең үлкен мәселе не? Неге мысалы телефон сатушысы өзінің клиентін ұрып, мысалы бауыздап жатыр, кеше ғана Астанада. Өйткені біздің қоғамда мәселені сөзбен шеше алмайды. Қанымыз қызу өйткені. Неге біз олимпиадаларда тек қана силовой вид спорта дейді ғой, күш көрсету арқылы бірінші орындарды жеңеміз. Күрестен, бокстан, өйткені қанымыз қызу, батырлардың ұрпағымыз. Бірақ дегенменен кезінде біздің мысалы батырларымыз, ақтан береді жыраулардың бәрі батыр бола тұра философ та болған. Олар мысалы үлкен дауды, үлкен соғысты бір ауыз сөзбен шешкен адамдар болған. Ешқандай қан төгіссіз. Қазір осы қасиеттен айырылып келе жатырмыз. Қазір қазақты бауырым деп қарамайды, жауым деп қарайды, өкінішке қарайды. Бір ауыздан сөзін, бір ауыз сөзді басынан асыра алмай, мысалы, бір телефон үшін 2 қазақ бірін-бірі қырып жатыр. Осы мәселені үйрету керек қой қоғамға. Мәмілеге келіңдер, сөйлесіңдер. Кез келген мәселені сөзбен шешуге болады деп. Негізі бүйтіп қарап отырсам, қалаулының жобасы осы дүниені бүкіл Қазақстанға болмаса да кем дегенде 25 қатысушыға үйретті. Қалаулындағы 25 қатысушының жартысын болса да түзеттік деп жатырсыз. Енді қазір қалаулының бірінші маусым бітті. Екінші маусым басталады. Екінші маусымда жаңа қатысушылар бола ма? Әлде бұрынғы қатысушылар қала ма? Жаңадан болады. Сонда жаңа қатысушылар келеді, олар тағы да 1-2 ай бойы кезіндегі Замираның істеген, басқа қатысушылардың істеген істеп, одан кейін қайттан түзеле ма? Мен тәуіп емеспін ғой, мен білмеймін. Мүмкін басқаша болатын шығар. Қатысушыларды іріктеп аласыздар ғой сіздер. Сол кезде де сонда олардың әлде бұрынғы жіберген қателікті жібермеу үшін Замира секілді, Замира типтес немесе басқа да секілді ваннай сөйлейтін, боқтайтын, төбелесетін, қырылатын адамдарды алмайсыздар ма? Онда мен өтірік бағдарлама болғаным. Егер үйленем деген ниеті болса, келсе алам, неге алмайм? Қалаулым туралы соңғы сұрақ болсын. Қалаулымның жүргізушісі Аша Матай. Неге Ләйла Сұлтанқызы емес, немесе неге басқа жүргізуші емес? Неге Аша Матай емес? Неге Аша Матай онда? Өйткені Аша Матай. Не үшін? Қалай не үшін? Өйткені біріншіден жүргізуші таңдауда түрлі факторлар бар. Факторлар ол тек қана кәсіби маман, кәсіби біліктілікке ғана келіп шектелмейді. Ол адамның жеке отбасы болуы мүмкін, жағдайы болмауы мүмкін, жағдайы болғанда уақыты келмеуі мүмкін. Мүмкін болашаққа қойған жоспары басқаша болуы мүмкін. Әр түрлі факторлар бар. Әрине жүргізуші таңдауда да біз кәдімгі үлкен кастинг жүргіздік, және де ешкім мысалы, ой, Аша Матай саламатсыз ба, келіңіз жүргізіңіз деген жоқ Ашаға. Аша Матай кәдімгідей ел қатарлы кастингке келіп, кәдімгідей өзінің біліктілігін көрсетіп өтті. Ал неге Аша Матай емес? Ойланыңызшы. Отбасылы, баласы бар, үлгілі, көптеген жастарға қалаулымсыз ақ тәрбие беріп жүрген, көптеген жастар үлгі тұтатын тұлға неге осындай бағдарламаның жүргізушісі болмасқа? Ол кем дегенде отбасылық өмір жайлы ақыл айту дәрежесінде. Өйткені өзінің отбасы бар. Ал басқа жүргізушілер? Олардың да отбасы бар мысалы. Баршаға әрине бар ғой. Бірақ мысалы сіз Ләйла Сұлтанқызы деп отырсыз қазір, иә? Әрине Ләйла Сұлтанқызы керемет журналист, керемет білікті маман, бірақ Ләйла Сұлтанқызы Астанада ғой. Алматы қалдыра алмады. Енді кәдімгідей адамның уақыт тапшылығы деген дүние болады. Оның үстіне қазір Ләйла ханымның өзінің керемет бір жобалары бар, өзінің керемет мысалы атқарып жатқан қызметтері бар. Кейбір адамдардың жоспарына сәйкес келмейді тек қана. Ал неге Аша Матай емес? Менің ойымша біз жүргізуші таңдауда ең үлкен плюсты сол жақтан алдық. Сіздің кәсіби тұрғыдан деңгейіңіздің жоғары екендігін журналистикадағы нағыз майталман екеніңізді білеміз. Осы Еуразия каналындағы Оны мен білмейді екенмін, бірақ біз солай деп айтамыз, айта аламыз. Рахмет. Енді сұрақ
Евразия каналындағы бір емес екі бағдарламада да сіз ұйымдастырушы ретінде барсыз, иә? Сол сіз жасап жатқан екі бағдарлама өзіңіздің кәсіби деңгейіңізге сай деп ойлайсыз ба? Қазір ойланып алайыншы, бұл сұрақтың өзін түсінбей қалдым. Мен ұйымдастырып жатқан екі бағдарлама менің кәсіби деңгейіме сай деп ойлайсыз ба? Ал кәсіби деңгей деген не ол? Өзіңіздің осы журналистикадағы деңгейіңізге сай деп ойлайсыз ба? Міне, кез келген маманды құртатын осы дүние. Айтайын ба, өйткені сіз басында бірінші сұрақ қойған кезде мен өзімнің психопортретімді көрсетіп кеттім. Мен сыр сұхбатының жүргізушісі бола тұра, ары қарай басқа жобаның жүргізушісі болуға ұмтылуға мүмкіндігім бар еді. Бірақ мен журналистика саласын зерттегім келді. Сол үшін эфирдің сыртына кеттім. Сол үшін пресс-секретарь болып жұмыс істедім, баспасөз хатшы болып жұмыс істедім. Сол үшін эфирдің сыртында қандай ұйымдастыру дүниелер бар. Оның өзі үлкен өнер. Жүргізушілік деген ол жұмыстың 10% ғана. 90%-ын қалай жасайды, кім ұйымдастырады? Онда проект жасау үшін не істеу керек, қандай болу керек деген ой ғана болды менде. Неге? Өйткені мен қазақ көрермендерінің шетел арнасын көргенін қаламаймын. Онда біз не істеп жүрміз бұл жерде деген сұрақ туындайды менде. Сол үшін қалай болса да осы жағдайды өзгертуге тырысып жатырмын. Ал кәсіби деңгей деген не? Мен мысалы күн бастар деген жобаны жүргіздім. Таңғы бағдарлама. Бірақ ол жерде жүргізушілік емес. Ол жерде журналистикадан ең алыс бағдарлама болған шығар мүмкін. Өйткені ол жерде кәдімгі актер болу керек болды. Кәдімгідей комический сценка. Басында бардым таңғы бағдарламадан дегеннен кейін. Содан кейін басында қорқып қалдым. Ойбай, бұл не деген? Мен сонда бүйтіп отыруым керек, үйтіп отыруым керек. Нұрбегүл, сен шай іштің бе? Ол шайдың ішінде анау болған екен ғой деген бір рөл ойнау керек. Мен оған саймын ба деген қорқыныш пайда болды. Содан кейін отырып, Құдайға шүкір менің жолымда маған ақыл кеңес берген жақсы кәсіби мамандар кездесті. Солар айтты, сен қазір қатып қалған шақкерімнен гөрі кез келген саланы жүргізе алатын, кез келген мәселеде сөйлесе алатын, кез келген дүние қолынан келетін шақкерім болуың керексің. Өйткені бізге әмбебап мамандар керек. Таңғы бағдарламаны жүргізе алатын, жаңалықты жүргізе алатын, шоуды жүргізе алатын, концертті барып жүргізе алатын, керек болса тойды барып жүргізе алатын бір әмбебап маман керек. Сол әмбебап маман болу үшін, мысалы сіз айтып отырсыз, кәсіби дәрежеңізге сай ма деген. Кәсіби дәрежеме сай емес деп, сонда мен бүкіл дүниелерден бас тартуым керек, өйткені мен оказывается жұлдызбын. Мен оказывается дәрежем үлкен екен. Деген ой түйін десе мен басында, онда бітті, мен журналистикадан кетемін. Онда мен журналист болмаймын. Өйткені ондай журналист ешқандай нәтижеге алып келе алмайды ештеңені. Өйткені өзінің кәсіби дәрежесін бұл жерде бірақ қана мақсат болу керек. Көрерменді тарту, сол көрерменге кішкене болса да бір ұтымды бірдеме беру. Және де қазіргі нарықтық қоғамда көрермен тарту бірінші мақсат. Көру керек сені. Қателеспесем, журналистикада жүргеніңізге 7 жыл болды дедіңіз, 7 жылдың төңірегінде. 9 жылдың, 2-ші курстан бастадым. 9 жыл, 10 жылға жақындап. Өз ойыңыз айтсаңыз, сіз үшін топ 3 журналист. Әлемдегі ме, Қазақстан? Қазақстандағы. Нұртілеу Иманғалиұлы. Ой, өте қиын сұрақ бұл. Мен негіз жақсы көретін керемет журналистердің саны көп. Жүргізушілерден атайтын болсақ, сол Нұртілеу Иманғалиұлы бірінші болып қоям, өйткені Нұртілеу аға кәдімгідей осы журналистикаға деген көзқарас қандай болу керек, соны үйретті. Үйретті болғанда сабақ беріп емес, өзінің тұлғалық үлгісі арқылы үйретті. Эфирдегі өзін ұстау мәдениеті, жүргізу стилі Нұртілеу аға, Ләйла Сұлтанқызын өте қатты жақсы көремін, өйткені тікелей эфирді жүргізе алатын көп емес кәсіби жүргізушілердің бірі. Топ 3 жүргізуші дейсіз ғой, иә? Бұл жерде енді мен қазір атап отырған адамдардың бәрі бұл негізі бағдарлама жүргізушілер, иә? Бірақ негізі керемет, мысалы жаңалықтар жүргізушілері де бар, орыс тілді жүргізушілер қандай. Өте қиын сұрақ, бірақ енді мен осы екеуін атап осыдан мен шектенейінші, өйткені біреуін атасам біреуі ренжіп қаламын. Аша Матай дейін үшіншісі. Осы мен журналистика тақырыбын қалаулым сөзсізде барлық тақырыптарды жабайық, басқа тақырыпқа ойыстақ.
Қалай ойлайсыз, арманға жету жолында айла керек па? Әрине. Өмірде жасаған қай қателігіңіз үшін өкінесіз? Мен өмірде жасаған әр қателігім үшін рахмет айтамын. Өйткені ол қателіктер мені адам тұлға шахкерім ретінде қалыптастырған дүние болды. Өйткені ол қателіктен көрген зардап, ол зардапты шешу жолдары жеке адами бір қасиеттерді қосуға мәжбүрледі. Бірдемені ойлап табуға мәжбүрледі. Кім дос, кім жау екенін көрсетуге түрткі болды. Сондықтан мен бірде-бір қателігімді өзгертпейтін едім. Әрине, қиын қателіктер болды, өкінбейтін тұстар жоқ емес. Өкінетін тұстар жоқ емес, өкінбейтін дүние ешкімде болмайды. Бірде-бір адам жоқ шығар, ештеңе өкінбейтін. Бірақ мен ешқайсысын өзгертпейтін едім. Өйткені мені ерекшелеп шахкерім ретінде сіздің алдыңызға келіп отырған сол қателіктердің үлгісі бар. Қайсысымен кездестіңіз, немесе кездесіп жүрсіз? Темекі, арақ, анаша? Қазіргі таңда соңғы бір жыл ішінде басынан бастайын. Анаша дедіңіз, негізі бұл есірткі құралдары. Бір өмірімде есірткі қолданбағам. Оның бірақ қана себебі, қазір мен өзім мысалы таңғаламын, өйткені қалада өстім, және де менің өскен ортам емес, район дейді ғой, осы. Кезінде, ескі Алматы кезінде осы нашақорлықтың ордасына айналған бір район болған екен де. Бірақ негізі қалай одан аулақ аман қалғанымды білмеймін. Бұл тәрбиенің мысалы бір үлгісі шығар. Біріншіден, екіншіден дос таңдау білудің бе, өмірі есірткілі заттарды қолданбағанмын және қолданбаймын да. Неге? Өйткені осы ауламның да бір әсері болу керек шығар. Мен мысалы осы есірткіге ұшыраған және ата-аналардың еңіреп жылап жатқанын, жастардың өліп жатқандығын өз көзіммен көргенмін. Және нәтижесін кішкентай кезінен бастап көргеннен кейін сен бірден оған стоп қоясың. Соңғы 3-4 жыл көлемінде жалпы темекіні тастағаныма көп болған жоқ. Бір жылға жетпейтін шығар. Бірақ тастадым. Бұл да үлкен кемшілік екенін түсіндім. Ол мысалы біреуге үлгі беру ретінде емес. Жалпы мен басында бірде-бір кәсіби күшті өзім жақсы көретін журналистің темекісіз жүргенін көрмейтінмін. Бұл да бір еліктеу болды ма, бірақ содан кейін бұл темекіні тастау керектігінің елге емес өзіңе қажеттігін түсіндім. Өйткені мысалы не бары қанша 2 жастың бірін жасамай жатып, мысалы ентігіп жүрсең, футболды ойнай алмай жүрсең, үйтіп жүрсең, бүйтіп жүрсең, ол ертең мысалы қанша 40-қа келіп өлесің ғой деген бір ой түйдім де. Жоқ, бұны негізі жақсылыққа апаратын жол емес, біріншіден. Екіншіден, алға қойған жоспар көп. Ол жоспардың бәрін мысалы іске асыру үшін ұзақ өмір керек, денсаулық керек. Ол денсаулықты күту керек, сондықтан осы дүниелердің бәрінен бас тарттым. Бірақ мен мысалы сүттен ақ судан таза періштемін деп айта алмаймын. Есірткі өмірі ешқашан қолданған емеспін. Ішімдіктің жеңіл түрлерін мүмкін қолдандым. Жастық шақта, студенттік шақта. Бірақ өзімнің сондай бір оған тартысым жоқ болғаннан кейін маған ондай қиындыққа түскен жоқ. Мен мысалы кейбір адамдарды түсінбеймін. Мысалы, ойбай, жиналғанда қалай, мысалы, ішімдік алмаймыз ба дегенде. Оған мен мысалы бейтараппын. Біреу ішіп жатса іше берсін, мысалы, өзімнің ешкім келмейді. Бұл жерде мысалы бір қиын, ойбай, мен тоқтаттым, тастадым, бітті, мен күшті ерлік жасадым деген дәрежеде емес ол мен үшін. Біреу су ішіп жатыр, біреу шарап ішіп жатыр, маған бәрібір. 10 жылға жуық уақыт журналистика саласында жүрген, қазіргі уақытта рейтингі ең жоғары бағдарламаның бас редакторы отырған Шахкерім мырзаның айлық табысы қанша? Құпия болып қалсын. Ендеше кезекті соңғы рет деген Айдарға берейік. Соңғы рет қашан кіммен төбелестіңіз? Мен өмірімде 2 рет төбелестім негізі. Соңғы рет қашан? Ой. Тіпті еске түсіруде қиын. Мектептік шақта шығар. Соңғы рет қашан мас болдыңыз? Ешқашан. Соңғы рет қашан жыладыңыз?
Қашан екен? Оны еске түсіру қиын негізі. Біраз уақыт болды. Иә, біраз уақыт болды. Соңғы рет қашан қатты күлдіңіз? Есіңізде қаларлықтай болып қалған. Күнде. Соңғы рет қашан және неден қатты қорықтыңыз? Неден қорықтым? Қашан соңғы рет? Қорықтыңыз деген үлкен ұғым ғой бұл. Негіз бір Алладан ғана қорқам. Басқа ештеңеден қорықпаймын. Осы қорқыныш тақырыбында бір сұрақ. Қалы осы сіздің жасап жатқан бағдарламаларыңыз арқылы сіз туралы жаман ойда қалады деген қорқыныш жоқ па? Бірақ ол нәтижесін беріп жатса жоқ. Өйткені мысалы өзімнің өтірік атағымды мысалы сүттен ақ судан таза етіп көрсету үшін мысалы бір ақиқаттың бұрмалауына жол берсем, онда ондай атақтың бештен пайдасы мен үшін. Ал егер мысалы адам түсінбей мені, дұрыс түсінбей боқтап жатса, өйтіп жатса, ең бастысы мен үшін жұмысымның нәтиже беруі. Халыққа бүгін болмаса да ертең еңбегімнің жемісін беруі. Соңғы рет оқыған 3 әдеби кітабыңыз? Орыс тілде де бола бере ма? Жоқ, тек қана қазақ. Так, соңғы рет мен мысалы көп кітаптарды қайта оқимын. Оның бәрін қайталап айта берейін бе? Соңғы оқыған 3 кітабыңыз айтсаңыз. Қайталап оқыған болды? Көбінесе қайталау болды менде. Соңғы оқыған 3 кітабым. Ол Исаи Калашниковтың «Жестокий век» деген кітабы. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар», және менің ойымша бұл керемет туынды, ескірмейтін әдебиет, және де үнемі қайталап оқи бергім келеді. Өйткені мен мысалы көбінесе қазақ тілінде қандай кітапты кеңес бересің деген кезде осы Әзілхан Нұршайықовты кеңес беремін. Өйткені әлі тілі жетік дамымаған, тілді меңгермеген адамдар үшін. Әрине Абай жолы бірінші орында ғой. Ал орыс әдебиетінен бір қайсысыны оқыдым мен? Бойцовский клуб. Соңғы көрген қазақ киноңыз? Мен көп көрем кино. Қазақ киносын көрмейсің? Қазақ киносын? Жоқ, қазақ киносын да көрем. Соңғы көрген қайсы еді? Мен есімде жених на прокат па. Бір той жасап жатыр әйтеуір. Тікелей эфирде той жасау керек болып, сондай бір шәріп ойнаған. Есімнен шығып кетті. Свадьба любой ценой ма, сондай бір. Не? Кезекті Айдарға тағы да кезек берейік. Я немесе жоқ деп аталады. Қазір сізге бірнеше сұрақтар қоям, соған я немесе жоқ деп қана жауап берсеңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз ба? Иә. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқытасыз ба? Иә. Зерігуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Иә. Мақтаған жақсы көресіз ба? Жоқ. Мақтанғанды ше? Жоқ. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Иә. Өлімнен қорқасыз ба? Өлең? Өлімнен қорқасыз ба? Әрине. Айлық табысыңыз 200 мыңнан жоғары ма? Иә. 500 мыңға жете ма? Құпия. Рахмет. Енді бір бағдарламада тұрақты сұрақтар бар, соларды қойсақ, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Дәл қазіргі уақыттағы, қазіргі қоғамдағы қазақтарға, тек қана қазақтарға қандай қасиет жетіспейді? Тек қана қазақтарға? Қоғамдағы осы кездегі қазақтарға. Өте терең сұрақ, және бір ауыз сөзге сыйдыру қиын. Бірақ бұл неге мен жауап бере алмай отырмын? Өйткені бұл жақсы емес негізі. Айтарым көп, сондықтан қысқаша жауап бере алмаймын. Негізі көптеген қасиеттер жетіспейді. Менің ойымша. Қасиеттер атап өтсеңіз бірнеше өңі. Абайды оқыңыз, сол қасиеттер әрі. Еріншектік, жалқаулық, надандық, бекер мал шашпақтық, осының бәрі бар. Және де ең бастысы бұл жерде көп. Осыдан 2 ғасыр бұрын Абай айтып кеткен жаман қасиеттер әлі күнге дейін қазақтың бойында, қазақ одан арыла алмай жатыр.
арыла алмай жатыр өкінішке қарай. Арылғандар бар, қуанамыз олар үшін. Бірақ ұлт ретінде әлі күнге дейін осы бесеннен әлі жоя алған жоқпыз. Шах Керім Кармен күніне неше сағат ұйықтайды? Аз. Өйткені жұмыс мұқтаждығы. Аз деген сіз үшін қанша? Мысалы, мен үшін 8 сағат болуы мүмкін аз деген. Жоқ. 8 емес. 5, 4, 5, 6 мүмкін. Сіздің ойыңызша бүгінгінің батырлары кім? Мен үшін батырлар көп, бірақ ол батырлардың есімдерін сіздер білмейсіздер, өкінішке қарай. Мен үшін күнде мысалы үш баласын асырау үшін 2-3 жұмыста жүгіріп жүрген, күніне 2 сағат ұйықтап, мысалы автобусқа ақшасын аяп жаяу жүретін аналар батыр. Тек аналар ма? Мен үшін мысалы күні-түні Қазақстанның қай аймағына болмасын, әйтеуір нан табам баламның болашағы деп шырылдап мысалы жүрген әкелер де батыр. Мен үшін білмеймін, өзіне артық көлік алудан мысалы ауырып жатқан кішкентай бүлдіршінге көмек болсын деп ақшасын соған жіберген адам батыр. Батырлар көп. Батырлық деген ол бір қатып қалған дүние емес. Мысалы Бауыржан Момышұлының өзі айтады, батыр мен қорқақтың бірақ қана айырмашылығы бар дейді. Ол бір сәт. Сол сәттің ішінде қорқақ тығылады, ал батыр іске кіріседі. Сол бірақ сәтте екеуін ажырады. Шах Керім өмірде қаншалықты шынайы? Мен өтірік айтпаймын десем, өтірік айтқаным болады. Енді пайыздық мөлшермен қарағанда 70-тен жоғары шығар, 80-ге жоқ. Өмірде өтірік айтатын сәттеріңіз көп пе? Болады. Бүгінгі бағдарламада қанша пайыз өтірік айттыңыз? Өтірік айтпан жоқпын деп өтірік айта салайын. Сонда өтірік айттыңыз? Мүмкін. Олай болса, бүгінгі шынайы деуге келмес енді, берген сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Қалауым туралы... Жоқ, шынымды айтам, бүгін барынша нақты сұраққа нақты жауап беруге тырыстым, және де бұл жерде мысалы өтірік айтасыз ба деп сұрап отырсыз ғой. Өтіріктің мысалы көбісі айтып отырады, мысалы кейбір түрлері болады, анау болады, мынау болады деп. Бірақ негізі мысалы кейбір ақиқатты толық ашпаудың өзі өтірікке жата ма жоқ па сіздің ойыңызша? Жатады. Онда өтірік айтамын. Ал былай мысалы адамның ойын ауыстырып, ұстаған бағытынан ауыстырып жіберуге бір керемет өтірік айтатын деп айта алмаймын. Сонда қанша пайыз өтірік айттыңыз бүгінгі сұхбатта? Білмеймін, есептеймін. Мүлдем өтірік айтпауға тырыстым. Мүмкін кейбір ақиқаттарды толық ашпаған шығар. Ақиқаттар толық ашылмаған сұхбатыңызға көп рахмет, ондай болса. Ол сіздің міндетіңіз, ақиқатты ашу, менікі емес. Уақыт тапшылығына байланысты енді осындай нәрсе болды деп айтсақ болады. Өйткені көп ұзақ болса да ол жарамайды. Сол үшін осынша қысқа уақыттың ішінде, қысқа деп айтсақ, біраз шындықты бөлуге тырыстық, біраз ақиқаттың бетін ашуға тырыстық. Қалаулым туралы көрерменнің ойында жүрген бірнеше сұрақтарға нүктесін қоя білдік деп ойлаймын. Уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған белгілі журналист, Қалаулым бағдарламасының бас редакторы Шах Керім мырза. Және мен Нұрбол Шыныбай, Нұрлы күндерде жолыққанша.